Астана қаласы жастар саясаты басқармасы және Астана қаласы ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге жүзеге асырылған жастар қоғамдық бірлестігінің әлеуметтік жобасы. Негізгі мақсаты жастар арасында құқық бұзушылыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Елбасының айтқан тапсырмасының негізінде әрбір қазақстандықтардың бойында құқық бұзушылыққа қарсы нөлдік төзімділік қағидасын жүзеге асыру болып табылады. Бүгінгі таңда бұл жоба 2016 жылдың ақпан айынан басталған болатын. Бастап алып бүгінге дейін қаламызда 40-қа жуық рейдтік іс-шаралар жүргізді. Бұл рейдтік іс-шараларға қаламыздағы жоғары және орта арнаулы оқу орнының 400-ге жуық студенті қатысқан болатын. Үздік отрядтарды жұмыс барысымызда біз марапаттап келдік. Және де одан бөлек құқық қорғау органдарымен бірлескен жоғары оқу орындарының студенттерімен, бірінші курс студенттерімен кездесу жұмыстарында біз жүзеге асырдық. Ол жерде жастардың бойындағы қандай сұрақтары бар, құқық бұзушылыққа байланысты қандай жаза көрсетілген, соның бәрін толығымен түсіндіріп, атап өтіп, түсіндіру жұмыстарын толығымен жүргіздік. Және де жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және де осы отрядтардың арасында корпоративтік духты жүзеге асыруға бағытталған спорттық ойындардың да жарыстарын өткіздік. Оларды негізінен атап өтетін болсақ, футболдан, волейболдан және де үстел теннисінен біз осыған бағытталған шараларды атап өттік. Бүгінгі сол шарамыздың қорытындысы ретінде үздік отрядтар мен үздік қатысушыларды марапаттап отыр. Және де осы іс-шараның жүзеге асырылуына қолдау көрсеткен бірінші кезекте Астана қалалық жастар саясаты басқармасы, сонымен қатар жергілікті полиция қызметкері, Астана қаласы ішкі істер департаментіне өзіміздің алғысымызды білдіргіміз келеді. Және де тағы бір айта кететін жағдай, жергілікті полиция Астана қаласы ішкі істер департаментінің қолдауымен біздің үздік қатысушыларымыз тәртібі жағынан да, сабағы жағынан да ешқандай құқық бұзушылықтары тіркелмесе, олар әр квартал сайын, әр 90 сайын үздік біздің қатысушыларымыз қаржылық көлемде ресми түрде қаражат алып келді.